Қазақстан Конституциясы 1995 жылы тамыз айының 30-ында республикалық бүкіл халықтық референдумда қабылданды. Осы 25 жыл ішінде ол республика халқының өсіп өркендеуіне, өзгеруіне, нарықтық экономиканың қалыптасып дамуына зор үлесін қосты. Тәуелсіз еліміз осы құжат негізінде жаңа қоғам қалыптастырып, мемлекетімізде жаңа тың құрылымдар пайда болды. Конституция әркімнің өз құқықтары мен бостандықтарының сот арқылы қорғалуына кепіл береді. Мемлекеттің ең басты құндылығы, мемлекеттің іргетасы, оның конституциясы болса, ата заңымыздың бірінші бабына сәйкес мемлекеттің ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, оның құқықтары мен бостандықтары болып табылады. Конституция бойынша адам және оның өмірі мемлекеттің басты құндылығы. Отбасы құқығы ана мен бала құқығын қорғайды. Конституция менің балаларымның жақын болашағының кепілі. Ата заңымыз Қазақстан Республикасы азаматтарының заңды түрде алған жекеменшік құқығын қорғайды. Еліміздегі болып жатқан құбылыстардың барлығын реттеп отыратын заңнамалар мен еліміздің жалпы құқықтық жүйесі осы Конституцияға негізделген. Олай болса, Конституция Қазақстанның басты құндылықтарының бірі. Сонымен қатар ол азаматтарының құқықтарын белгілеп, соны қорғауды қарастыратын бірден бір тетік. Ата заңымызға сәйкес әрбір азаматтың білікті заң көмегін пайдалануға құқығы бар. Заңда көзделген реттерде заң көмегі тегін көрсетіледі. Қазір Конституция талаптары бойынша мемлекеттік биліктің әр саласы өз өкілеттіктері бойынша өздеріне міндеттелген істермен ғана шұғылдануда. Ең бастысы, елімізде тұлғаның конституциялық мәртебесі нығайтылды. Ата заң азаматтардың мемлекеттік оқу орындарында тегін орта білім алуына кепілдік береді. Конституция әркімнің еңбек ету бостандығына, қызмет пен кәсіптігін еркін таңдауына құқық береді. Мамандығыңызды таңдап, сүйікті ісіңізбен айналысуға кепіл болады. Қазақстан Республикасы қазақ халқының кіндік қаны тамған жерде қалыптасып отырған үлкен тарихы бар мемлекет. Ел аумағындағы барлық ұлттар мен ұлыстар тарихи дағдырлас. Бір халық. Біздің туымыз татулық, еркіндік, теңдік дегенді білдіреді. Ата заңымыз Қазақстан Республикасының азаматтарының денсаулығын сақтауға, заңмен белгіленген кепілді медициналық көмектің көлемін тегін алуға құқық береді. Қазақстан Республикасының ата заңы біздің құқығымызды қорғайтын ережелер жиынтығы. Конституция күні құтты болсын.